Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше болып жасалатын итальяндық паста альфредо жасаймыз. Бұл пастаны жасалуы өте оңай және қолжетімді азық-түліктерден жасалады. Бізге ол үшін тауықтың төс еті қажет. Оны видеода көрсетілгендей орташа етіп турап аламыз. Етімізді турап болған соң тақтайшаның бетіне осылай жалпағынан орналастырып, әр қайсысына тұздан сеуіп шығамыз және дәмдеуіштерден себеміз. Өздеріңізге қандай дәмдеуіш ұнайды, сол дәмдеуіштерден себесіздер. Мен қара бұрыш пен қызыл паприканы қолдандым. Сіздер өздеріңізге ұнаған кез келген дәмдеуішті пайдалансаңыздар болады. Қолымыздың көмегімен осылай дәмдеуіштерімізді тауықтарымызға жағып шығамыз. Еттерімізді келесі бетіне ауыстырып, дәл жаңағындай етіп жасаймыз. Тұз себеміз және дәмдеуіштерін қосып, қолымыздың көмегімен дәмдеуіштерді сіңдіріп жағып шығамыз. Қызып тұрған табаға зәйтүн майын құямыз. Егер сізде зәйтүн майы болмаса, кәдімгі сары майды қолдануға болады. Негізінде зәйтүн майының орнына сары майды қолдансаңыз, сіздің тауық төс еттеріңіз өте жұмсақ болып шығады. Ал егер кәдімгі пісте майға жасайтын болсаңыз, онда сіздің тауықтарыңыздың еттері құрғақ болып қалуы мүмкін. Сол үшін зәйтүн майы мен сары май екеуін араластырған жөн. Оттың асты орташадан сәл төмен болса жетеді. Қатты төменге қойып қоймаңыздар, өйткені еттің пісуі ұзақ уақыт алуы мүмкін. Және бірінші бетін қуырып болған соң келесі бетіне ауыстырамыз. Енді біз тұздығын жасаймыз. Етіміз біздің 15-20 минут бойы піседі. Піскен соң оларды бөлек ыдысқа аламыз. Тауықтарымыз қуырылған табадағы майды төгіп тастамаймыз, сол күйі қалдырамыз. Және де бізге 20% кілегей қажет болады. Біз енді кілегейімізді бір пісіріп аламыз, қатты қайнатпаймыз. Енді қайнап бастап келе жатқан кезінде біз жаңағы еттерімізді майдалап турап, осы кілегейімізге қосатын боламыз. Кілегейдің піскенін білу үшін ол кішкене қоюланады. Ол қоюланғанша біз макарондарымызды тұзды суда пісіріп алатын боламыз. Толықтай 100% пісіруге болмайды. 70-80% піссе жеткілікті. Және біз оларды да жаңағы тұздығымызға қосып, бәрін бірге пісіретін боламыз, бірге бұқтыратын боламыз. Өйткені макарондар соустың, тұздықтың дәмін өз бойына сіңіруі қажет. Тұздығымыз бір қайнаған соң, яғни бір қоюланған соң, біз оларға ірімшік қосамыз. Бұл міндетті емес. Егер сіз ірімшік жақсы көрмесеңіз, сіз бірден туралған тауық еттеріңізді қоса берсеңіз болады. Не үшін итальяндықтар ірімшік қосады тамаққа білесіздер ме? Өйткені ірімшіктің өзінің тұздылығы, өзінің ерекше дәмі бар. Сол еріп, тұздықпен бірге ерекше дәм беретін болады. Яғни сіз тамағыңызға артық тұз, дәмдеуіштерді қоспайтын боласыз.
Еттерімізді де осылай тұздыққа орналастырып аламыз. Етіміз тұздықтың ішінде батып тұруы қажет. Сосын оның қақпағын жауып, жай отта бұқтырып қоямыз. Шамамен 10-15 минут өткен соң біз макарондарымызды соусқа қосамыз, тұздыққа қосамыз. Макарондар, тауықтар барлығы бірге бұқтырылуы қажет. Шамамен 10-15 минут тұрса жеткілікті. Сол аралықта тауық етіміз де, макарондарымыз да соустың дәмін өз бойына сіңіріп үлгереді. Оттың асты жай болып тұруы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай өте тез, өте жылдам дайын болатын тағам және өте дәмі ерекше, өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.